Сәлем, YouTube көрермендері, бүгін міне тауық туралы сіздерге мәлімет айтамын. Және менің бір тауығым күрік басты кеше. Негізінен алдында басқан, кеше бастырып қойдық. Үй жасатып. Қазір сіздерге көрсетеміз тауық туралы. Мынау менің тауық қорам, өзім қамыстан жасаған. Қамысын жасағанбыз. Суық өтпейді. Не, сізге бір тауығым туып жатыр екен. Кірмей ақ қояйын. Мыналар менің тауығым 2-3 10 тауық. 10 тауық болғанда неде 9 тауық, бір тауық күрік басып жатыр. Қазір сіздерге күрік бастырған көрсетейін. Күрік бас ол кейбіреуі қолдан күрік бастырып үстіне мыжып қояды. Ол дұрыс емес. Ол күрік өзі басады. Ол күрік басқан белгісі, ол тауық күрік кетіп жүреді. Қазір сіздерге көрсетемін. Бұқа қораның ішіне жылы болсын деп осының ішіне қойып қойдық. Міне менің бір тауығым күрік басты жатыр. Міне мынандай сеткі ақырының ішіне өзім жасағам. Өзім жасап шықтым бұл кеше. Міне көрдіңіздер ма? Астына мен жұмыртқалар салып қойғам. Мынау менің бұқам. Жан бұқам. Мен күрік басқан тауығым. Құдай қаласа ораза бітсе, ораза біткен кезде өзі балапандар шығара бастайды. Айтпақшы, оразаларыңыз қабыл болсын. Менің лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Осылай менің тауықтарым сондай. Мен тауықтарым күніне 9-10 7-8 жұмыртқалар туады. Кей кезде 4-3 дегендей сондай жұмыртқалар туады. Мен айтпақшы, сіздермен бір әтеш байлап отырмын. Ол өте арықтау. Оны мен атамның туған күніне соятын болам. Неден бір шыққан жаңа өте шықты. Қараңыздар. Өте арықтау екен. Сосын байлап отырмын. Шақыра, секрет, нормально төш. Бұны сатам ба, соям ба деп. Негізінен мен соям.